Сәлем достар, мен бүгін сіздерге шаш кептіруге арналған орамалды қалай тез тігіп алуға болатынын көрсетемін. Мен сіздеріне шаблонды қалай сызғанын түсіндірейін. Қағазды аласыздар, ұзындығын 70 сантиметр мысалы, ұзындығы 70. Мына 70-ке келген кезде, мына соңына келген кезде, бұлай қарай, қазір мен сіздерге мына жерде көрсетейін, қанша сантиметр алғанымда. Бұлай қарай примерно бір 7 сантиметр, жоқ 8 алыңыздар. 8 сантиметр өлчеп аласыздар, бұлайнан мына жақта. 8 өлчеп аласыздар. Одан кейін жаңағы өлчеп алған 70 сантиметрдің бас жағынан сіздер өздеріңіздің адамның басының формасы сияқты осылай домалақ қылдырып төбе жағын былай алып келесіздер. Міне осы мына аралықтың мысалы өлшемі мына жерде мысалы 21. Міне мына жер мысалы 21. Мына жер ұзындығы 70. Көрдіңіздер ме? Мына жер 70, мына жер 21. Осы 21 еніне алғаннан кейін мына жерін былай домалақ сызасыздар да. Осы сызық бойынша төмен қарай түсесіздер. Жаңағы 8 сантиметрді белгілеп алған жерге дейін. Мына екі аралықты осылай қоса саласыздар. Сонда сізде орамалдың осылай дайын шаблоны шығады. Осылай. Көрдіңіздер ме? Міне осылай сызып аласыздар. Дайын шаблон жасап, енді тігуге кірісеміз. Бұл өте оңай. Ол үшін бізге кәдімгідей орамал керек. Орамалды аласыздар. 2 қабатқа бүктейміз. Осылай 2 қабаттық бүктейсіздер. Және де мына басынан бастап, міне, осы жерден бастайсыздар, осыдан бастап қойып, мынаны осылай инемен қыстырып аламыз қазір. Барлық жерін инемен қадап, содан кейін қиятын боламыз. Міне осылай инемен қадап аласыздар. Ары-бері қиған кезде сырғанап мазаларыңызды алмау үшін осылай инемен қадайсыздар. Осылай барлығы мына жерден бұлай айналдырып мен қадап шығам қазір инемен. Міне айналдыра инемен қадап алдым. Енді тігіске 1 сантиметр беріп, мен осыны айналдырып, қайшымен қиып шығамын. Шетіне 1 сантиметр тігіске беріп, мен орамалды қиып алдым. Енді міне мына басынан бастап, осылай, мына жерден бұлай, міне бұлай, мына жерге дейін, мына жерге дейін, міне осы жерге дейін мен тігіс жүргізем. Мына алдыңғы жағына тиіспейсіздер. Бұл жер осылай ашық тұрады. Қазір тігіс жүргізіп шығайын, сосын көрсетемін сіздерге. Орамалымызды айналдырып тігіп алды. Енді оң бетіне аударасыздар. Оң бетіне әдемілеп аударамыз. Көрдіңіздер ме? Осы оң бетіне аударамыз. Енді мына басына түйме қадау керек мына жерге. Осы жерге түйме қадайсыздар. Және мына шетіне мына жерге. Осы жерге резинге тігеміз. Содан кейін мен сіздерге көрсетемін қалай болған. Қараңыздар ханымдар, міне біздің орамалымыз дайын. Мына жерге мен түйме қададым. Мына жақпасына осындай резинге қадайсыздар. Түйменің размеріне қарай қадайсыздар. Міне сонымен орамалымыз дайын болды. Бұл орамал өте ыңғайлы. Сіз басыңызды жуып болған соң шашты кептіруге ғана емес, сіз моншаға барғанда, саунаға барғанда өте ыңғайлы. Парға кірсеңіз де басыңызды орай салғанға қыз-келіншектерге өте ыңғайлы. Міндетті түрде өздеріңізге тігіп көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына күмәнім жоқ. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк қойып, қоңырауды басып алыңыздар. Келесі жаңа видеоны жіберіп алмау үшін.
Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.